сол жауабын, шешімін алған адам ретінде айтып өтейін. Маған бір әулеттің азаматы, мінезі жақсы, дені сау, сондай адамды маған кездестірді өмірде. Бірақ тұрмыс құрғаннан кейін, 1-2 жылдан кейін, 90 жылдары өте қиын уақытта өзі кәсібін ұстап, сондай кәсібі алға жылжып сөйтіп жатқан уақытында, 90 жылдар болу керек, жолдасым фамилиясын барып, обын алып тастады. Енді мен ол кезде білген жоқ, ол енді атап өтейін. Қазір осы ата жолына келгенде мен солай ойлап жүргенмін. Бірақ мен бәрін енді ұзақ қылып айтпай-ақ қояйын. Мынау әйелдің 40 жаны бар дейді ғой. Сол 40 жан, сосын ата-анамыздан қалған азық болуы мүмкін, рухани, соның арқасында біз ілініп өмір сүрдік. Мен оны білген жоқпын. Бүгінгі тақырып тікелей менің отбасыма байланысты болатын. Мен осы ата жолында ғана 1 жылдай уақыт болды, соның жауабы шешіліп, соның енді берекесін көріп жатқан адам ретінде айтып өтейін. Адам танымастай болды жағдай, және де біздің отбасымыздан жаңағы Ерланның осында Гүлмираның айтып отқан нәрселердің бәрі болды. Алла енді бір нәрсеге ілініп бізді аман қалдырды. Енді ол барлығымыз енді бәрін азабын шектік, бәрін естідік. Бірақ бәрінде де мен естіген сөзім осы әйел кінәлі деген сөзді мен басынан өткіздім, бірақ мен оған жасып мойыған жоқпын. Өзім инженер болғасын ба білмеймін, ізденуімді осы ата жолының ар жағында да тоқтатқан жоқпын. Бір құдайшылығымен құрбандық атап, осы садақалар беріп, енді қайда берсем де соның басынан өткердім. Өте қиын жағдай болды. Соны енді мен тікелей істеген нәрсемді айтып өтейін, өйткені біздің осы әлемде, қазақ елінде ғана емес, әлемде осы сиқырдың әр семьяда бар, соны азабын тартып жатыр. Енді қазір осы заманда, жаңағы сіздер айтып отырсыңыздар ғой, осы кезеңде оның шешімін әруақтар ғана бере алады. Әрине мен ізденгеннен кейін емшіде іздедім. Мен енді өзіме де іздеген жоқпын. Мен бірақ өзім көп әңгіме естідім, осы әйелге байланысты деген әңгімені мен көтердім де ізденуімді тоқтатқан жоқпын. Емшілер ренжімесін, бүкіл емшілерге де барып өттім, бірақ Құдайы бар, қолында Құраны бар деген адамдарға ғана жүгініп бардым. Ешқайсысы көмектескен жоқ. Маған пойызда келе жатам, маған айтады, сенің жолдасыңа біреу, әйел адам дейді, біреу мынандай арақты қойып дұға оқып отыр. Мен айттым, кешіріңіз, ондай мүмкін емес дедім. Ондайға мен сенбеймін дедім. Маған осы ата жолындағы әйелдер болуы мүмкін. Кім кездессе, маған сол сөзді айта берді. Мен ойладым, ол неге айтады, ол мүмкін емес ол. Мен ешкімге сенбеймін, ондай істелінбейді. Енді әйтеуір адамшылығымызбен, құдайшылығымызбен өмір сүріп жатырмыз ғой, ешқандай біреуге қиянат жасап отырмыз ғой. Өзіңіз де көресіз басқаларды. Деп, солай сенген жоқпын. Солай енді қараңыз, 13 жасқа балалар толғаннан бастап, енді өзіме де сондай бір арасында аян, сондай түстер келіп отырды. Мен 13 жаста өзімнің мүшел жастарымды, ол кісінің мүшел жастарын құрбан шалып өткіздім. Бәрімізді ілініп келдік, аман есен, бірақ ол кісіге көмектескен жоқ. Мен осы таң қалдым. Халық білет, ел білет, мен білем, сондай азамат, ол азамат болмай қалды. Ондай енді мен бәрін айтпай-ақ қойын, басымнан өтті, кешті, кетті, енді өкінбеймін, өйткені маған Құдай ата жолын берді ғой. Сөйте тұра, осы ата жолына келердің алдында ғана сол кісіге құрбандық шалуымды тоқтатқан жоқпын. Біреуінде әсер болған жоқ. Түсінесіздер ме? Біреуінде құрбан шалып, енді басқа жолда әркімге шалдырамыз ғой, сондай құрбан шалдырып отырдым. Бірақ енді аман, сол құрбанның арқасында аман ілініп келді, бірақ шешім болған жоқ. Аман есен келді. Мен өзім таң қалам, ол кісі неге аман есен 100 адам аман қалмайтын нәрселерден ол жаңғыз кісі Құдай аман қалдырып отырды. Мүмкін сол құрбандықтар соны шешіп, бірақ бәрін шешпесе де, сонымен жаңағы сіз айттыңыз ғой, Гүлмира, уақыты деп, уақыты келмеді ме білмеймін. Мен енді сөйтіп ойладым. Қалай өзгерді сонда? Ойладым, қазір айтам, ойладым, құрбан шалып жатырмын ғой деп ойланған, ренжіген кездерім де болды. Бірақ аман ғой деген менде үміт қалды. Сосын осы ата жолына келгеннен кейін ол кісі бүгінде білмейді, осының алдында күнде білген жоқ, 1 жылда білген жоқ. Өзінің пенсияға аман есен шықты, соны сұрап алам тамаққа деп.
Құран хатым шығарам. Тамаққа деп сұрап алам, құрбан шалдырам. Ол кісі білген жоқ. Сіздер ойламаңыздар, ол кісіден сіздер ризашылығын алып сұрап алады, немесе ол кісі келеді екен деп ойламаңыздар. Сол кісінің атынан өзім де құрбан шалдырдым, өзім де Құран хатым шалдырдым. Ол кісінің атынан 2 рет, 3 рет Құран хатым шалдырғанда мен ол кісіге айттым, Абылай қандай атаңның табылыпты осында, сен арғынсың ғой. Қарауыл арғынның ішінде қарауыл атығай үш қызын берген атамызға солай сөйлесесің ғой енді. Сондай атаң табылыпты осында, бірінші рет барып әулетіңізден барып көрмейсіз ба, сәлем бермейсіз ба дедім мен. Сөйтіп сол сөзге ана кісі сеніп, бірақ оның алдында мен не істедім? Мынау адамның ниеті, Алла тағала ниетін қабыл етеді екен. Сондай ниетпен мен осы шапан алдым, Мәруаннан бас киім алдым, мәс алып үйге апарып қойғаныма мен 5-6 ай болған. Соны киет, сол Абылайхан атаның басына апарам деген. Соны алып келдік Құдай. Абылайхан атаның басына қосып осы Баянсұлу апайдың апасыз ғой деп қолына ұстатып, сол кісіні жібердім. Енді қараңыздар, барып келді, мен оны ұмытып кеттім, батаға кірмепті. Есіктің алдына келе берген кезде бір кісі келе жатыр, өзімнің еркісімді өзім таныған жоқ, ана басқа кісі. Маған күлімдеп қарайды, сол күні, әлі күн деп атқан жоқ, сол күні мен жұмыстан келдім, ұмытып кеттім, ол кеш келеді деп ойладым, келе жатыр. Мен дейді, мына жерде үлкен мектеп бар екен, Назарбаевтың атындағы гимназия мектеп, мен соған жұмысқа тұрдым дейді. Қалай жұмысқа тұрды? Мен шақырдым, мына жерден өтіп баратқан жеріне жұмысқа шақырды деді. Жарайды дедім, келді, қырынған, жуынған, жатыр. Сосын айттым, бата қайда? Содан Нұрғисаға звондадым, маған батаны жіберді. Сол батаны оқығанда мен ол кісіге айта алмай, өзім біраз толқып отырдым. Ағынтай менен Қарасай деген батырымыз ол кісіні арғын қойынды желеп жебеп алып келген. Келіп Абылайхан атаның басына барған. Абылайхан атаның басында Абылайхандай атаң болып, басқа ұлттың істеген әйелдің сиқырын бәле жылғы осындай азапқа түсіріп, адам кейпінен айырған, сені соны мен шештім деген, соны алып тастадым деген. Қанша емшінің алдына бардым, қанша кісілердің, қанша мен енді жаңа не дейді, ақылын тыңдауға да бардым. Өзім де бардым, айтып отырмын, құрбан да шалдырдым. Сонда ана Құран хатымды соның өзінікін алдым. Бір күні енді тағы айта кетейін. Бір күні ақша болмай қалды, ағасында ақша бар екен, 29 мың ақшасы бар екен. Соны алам ғой деп, өзімнің ақшамды орнына қойып, ниет етіп ана өзінікі болсын деп ойлап жүргенмін ғой. Өзім соған Құран хатым шығарғанда, бір зиратқа барып кеп, батаны тыңдап отырсам айтады, ақ келін-ау, бергеніңді қайтып алмассың деп маған әруақтар сөйледі ғой. Мен ең бірінші маған әруақтардың маған сөзі жеткізілді солай. Ақ келін, бергеніңді алмасын, Құран хатым шығарғанды анадан алам деп тұрмын ғой. Соның әруақтан ұялғаннан кейін 3-ші Құран хатым шығардым. 29 мың маған жіберді, ол кісі әлі де білмейді, оны бірақ енді айтылып жатыр әрине. Сонда айтқан, сосын екінші тілден табады екен, қысқа сөйлейді ғой, прикол дегендерді, соның өзі де өте қауіпті нәрсе. Бұлай айта салады ғой, иә? Оның барлығы қабыл болып кетеді екен. Ойнап та айтпау керек, қысқаша жаман сөздерді айтпау керек. Кейде бізде жылайтынбыз, енді олай айтпай тұра тұрсаң қайда, үміт бар ғой деген секілді. Сонда айтқан, балам, тілден тауып жүр екенсің. Мынау тілдегіні мен қырып тастадым, Абылайхандай атаң болды деген. Сенің екінші тағы қайтып келсең, басқа мәселелерін де шешіп берем деген. Сонда мына Баянсұлу апайға мен қазір еліп сәлем берем. Неге сәлем берем? Осы мен кейде адам былай күмәнданып қалады, үмітін үзуге жақын қалады. Сол кезде бұл апаймен кездескенде айтқан, ол кім екенін білесің бе, Баян? Ол бір үлкен әулеттің азаматы деген. Сонда мен әумин дегенмін. Сонда мына әруақ болып Абылайхан ата үлкен сиқырды. Басқа маған біреулер айтқан, егер басқа бір ұлттың, қазақ емес басқа бір ұлттікі өте қиын болады деген. Оныкі табатын адам бар, кездессе деген. Кездеспесе ол мүмкін емес деп айтқанда болды маған. Мен айтам, маған бәрі неменеге айта береді. Кездессем де бәрі маған сол жаңағы арақты қойып оқып отыр, ананы қойып оқып отыр, мынаны оқып отыр дегенге мен өз басым сенген жоқпын. Мен сол жерде енді іштей жылап алдым да, батаны қойып тыңдаттым. Әрине енді ол кісі түсінді ма, түсінбеді ма. Енді уақыты бар екен.
Ол бірден сол күні бола қойған жоқ. Жақсы жұмысқа тұрды. Сонан 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай. Мен ар жағы есімде жоқ. Қазір бір әулеттің азаматындай болатын. Мен сыйлап отырмын соны. Басқаларды білмеймін, оны Құдай сыйлатады ғой. Мен үлкен бір, менің ғана отбасым азамат емес, үлкен әулеттің азаматы ретінде мен оны қазір сыйлап отырмын. Балаларыма да сыйлы болды. Сонда біз бір үлкен азаматты, үлкен балаларымның әкесін, өзімнің жарымды, мен сондай жаңағыдай күш, қара күш сиқырдың арқасында мен 10 жылдан аса жоғалттық біз оны. Жоқ болды. Ал қазір мінге Құдай бір нәрсеге білмеймін, ата-анамыздың несін әлде деген мен құдайшылығым ба қоймаған. Мен оны садақа таратуды қоймағанмын, жеті көше беруді қоймаған. Өзімдікі емес па, сол Құдай құрбандық шалуды да қоймадым. Соңғы құрбандықтарым осы бұрынғы ата жолдықтар болу керек, бір Асқар деген жігіт сойып жүрді. Мен есімде қалған, өткен маған айтқан, ол кісінің әйелі бата шығара деген. Соның қолына барып беріп жүріппін ғой, сонда құрбандықты, сол ата жолдықтарға апарып беріппін. Сол іліндіріп, алып келіп, осы ата жолына бізді іліктірді. Әрине, ол бізден өтіп, біздің отбасымыздан бір ұрпағымызға кетіп бара жатқан еді ол. Мен сол кезде, ұрпақ деген өте өзінің жанына да тәтті болады екен. Мен сол кезде айтқам, мен бәріне дайынмын, бірақ Құдай үшін істелетін нәрсе болса, мен дайынмын деп айтқан. Мүмкін сондай бір сөздерім, үмітім, Құдайға деген үзілмеген, сондай бір құдайшылдығын білмеймін не екенін қабыл болған. Мінеге Абылай ханның атаның басына барып қанша мәселені, қанша ауруды, қанша нәрсені шешуге болады. Осыны тыңдап отырған қазақ еліндегі осындай отбасы, қанша отбасы азап шегіп жатыр. Бұдан да басқа. Соның барлығын әруақтар ғана шешеді. Әруақ аталған құрбандық осы ата жолы арқылы шығарылған Құран хатымдар. Әрине оның осы ниетімен Мәруаны таңдап, Мәруаның артынан қалмадым мен. Осы кісі қайда барады? 1 жыл көрген жоқпын, қайда барады? Сонда барып отырдым мен. Осы 1 жылдан кейін таныстым. Соның ішінде мен айта кететін көп осы ата жолдықтардың барлығы бұрынғы аққулар, бұрынғы сұңқарлар үйде отырған. Соларға арнаймын мен осыны. Олар қаншалықты берілген несібесін, Құдайдың байлығын, және де өз әруақтарын, қауымын, отбасын, ұрпағын, және де халыққа қызметінен айырылып отыр. Мен осы Мәруанға келіп, осы жан-жағыма қарап, қыздар не істеп жатыр деп, қызметімнің арқасында мен нағашы атамды көтеріппін. Ол кісі ел басқарған кісі екен. Және де ол кезде конфискация жасаған ғой да, елдің барлығын енді оны көбісі ол дұрыс кісі ма, дұрыс кісі емес пе деп ойлаған ғой. Гүлмира қазір не нағашы туралы нағашы туралы айту керек. Айтып кеткені қорытынды, сонда сиқыр мәселесін көтеріп отырсыздар ғой. Сонда осы ата жолында мен соның жауабы ретінде мен үлгі осы өткен тәжірибе жүргізіп өзіме басында жүгіріп соны мен қойған жоқпын, өзім сол тәжірибе жүргізгенді ниет етіп тоқтаған емеспін. Екінші айтайын дегенім, осы ата жолында ол қызмет, енді мен өзіме бір мақсат қойып алдым ғой, оның барлығы мен жоспар, сырқат, белгі дегенді ешқандай нәрсені ұсақ түйекке есептеген жоқпын. Осы ғылым мектебіне келгелі бері менде бір 10 шақты дәптер жазылды. Онда күнделікті мен жоспары құрам, күнделікті бір жауабын алам, күнделікті әрі қарай жылжытам, соны қозғалысқа түсірем. Соның бірі өткенде құрбандық шалғанда жауырын бар екен, осы қазақта бұрын енді оқыдым біраз. Бұрын оны батырларымызда қолданған екен, екі жақты да, жау жақта қолданған, біз жақта қолданған екен. Жауырынға қарап, олар үлкен қозғалыстарменен жеңіске жеткен екен. Өткенде мен білген жоқпын осы жауырын туралы. Гүлмира алып келді, жауырын туралы келіп сөйледі. Әрине мені осы екінші таңғалуым. Осы ғылым мектебіне келгенім, әр басқан қадам осы шеберханада, Мәруанның цехында қызметке келгенім арқасында мен оны байқаған жоқпын. Осында шын ниетімен бәрін тастап осында қалмай жүгіріп келгенім арқасында мен нағашы ата жағынан әруақтарды көтеріппін. Сонда жауырын сөйлегенде Байсейіт деген атамыз ел басқарған ең соңғы Тереңөзек ауданындағы ең соңғы болыс. Басынан өте қилы нелер өткен. Сол кезде анау кеңес үкіметінде конфискация жасаған болыстарға
сондай жасаған ғой, енді қысым көрсеткен, сол кездегі ашаршылықтан шыққанда ол ел тағдырын шешкен адам екен. Сол кісі тез көтеріліпті. Ненің арқасында? Ол кісі әділ болыпты. Өзінің әулетіне, өзінің сол басқарған еліне әр семьяны, әр кісінің тағдырын әділдікпен шешіп, сондай қамқоршы болып көмектескен жан болған екен атамыз. Сол атамыз өзін ғана емес, өзінің қауымын көтеріпті, өзінің туысқандарын көтеріп жатыр екен. Бұл әрине бақыт қой. Мен мұндай енді ғылым, осындай әруақтар кезеңі басталып, мына квантовый әлем дейді ғой, ол әруақтар әлемі. Енді біз бір жыл осы ғылым мектебінде оқып жатырмыз ғой. Оның бәрі жай емес. Менің әр дәптерімде әр сұрақтар өзіме жауап алып жатырмын, әр нәрсені өзіме жоспар қойып жатырмын. Өзімден өткен нәрселер әрине көп. Енді осы екі мәселе қолданып отыр ғой. Соның жауабын алған пенде ретінде бүгін айтып жатыр осыны. Сонда әр адам, әр семья осы ата жолының қағидаларының барлығы қиын емес. Маған бір апам айтады, сенің істейтініңді мен істей алмаймын дейді. Қалай істей алмайды мен? Осында жүрген бәрі әрқайсымыз ғой, әртүрлі біздің мінезіміз бар. Біреуіміз байсалдымыз, біреуіміз жігерліміз, біреуіміз намыстымыз, біреуіміз жаңағыдай алпауыттай қозғалыста жүрген батырлық. Мынау Мәруан менен кімде, Гүлмира қызымыз да бар, Мәруан менің құрдасым. Мен әрине жан-жағыма қарадым, басында солай келдім. Ал енді қазір мақсат басқа, әрі қарай жоспарлар бар. Өйткені біз бәрібір жаңа Ерлан айтып кеткендей, біз әруақ әлемінде өмір сүреміз. Тылсыммен тығыз байланыс. Тылсыммен тығыз байланысты әруақ әлемінде өмір сүреміз. Әрі қарай сол өмір, енді Алла тағала біледі ғой, қанша жылға жалғасамыз. Не олай, не бұлай деген жоқ, бірақ жол. Жақсы, рахмет. Енді мен бұл жерде жаңа кім сиқыр туралы айтып жатқан есіме түскені, бізде енді әкем жақтан бір жеңгеміз болды. Сол кісі көктем болса, күз болса үндемей қалатын. Енді ол кезде де емшілер болды ғой, бағандамында барып жүгіріп жүреді. Барғанда сонда ол кісі тәуір болғанда бір айтқан ғой, шешелеріне естігенім бар, бала болса да сол бір есте қалатын бір әңгімелер болды ғой. Сонда айтады, мен жас кезімде ұйықтап жатсам, бір өзінің енді күйеуін жағынан бір келін болып ұнатпаған ба, бас жағымда бір нәрсе жүрген. Оянып кеттім, апа не істеп жүрсіз деп. Есік таба алмай жүрмін деп. Оған мән бермеген ғой. Сосын кейін есіне түскені кәмпит беріпті. Ол кезде бір қиыншылық уақыттар, 70-ші жылдар ма, 61-ші жылдар ма екен. Ол кәмпитті ешкімге бермей өзі жеп қойған. Содан ауыра бастаған бұл кісі. Ауырғанда үндемей қалады. Сосын кейін енді емшіге барғанда айтыпты, егер сол емші тірі болса, соны қайтаруға, жасаған кісі тірі болса, емші айтыпты, мына дұғаны қайтаруға болады деп. Жаңа сен айтып жатсың ғой, қалай істеді, шешуі де оңай деп. Енді сол кезде бала кезімде сол кісі енді сөйтіп қайтты, көп өмір сүрді, бірақ та сол жындыханаға жатып жүрді, күз көктемде. Үндемей қалады, бәрін біледі, үндемей қалады. Енді бұл жерде кішкене айтып кетейік, Баян сұлуды бізде осы келгенде ара-тұра соңғы кезде осылай ауыра бастады. Сонда бір енді естідік, енді рас өтірік білмеймін, сонда бір тамақпен біреу берді деп. Тәуба, осы жаңа құрбанды Құран хатым деп жатсың ғой. Соның арқасында міне биылдай Баян жақсы. Баян сұлу былтыр да қатты 1-2 жыл қатты ауырды ғой. Енді оны өзі айтады, тозаққа барып келдім деп. Сондықтан бұл енді жаңағы келіп жатыр ғой, дұға істегендер, сиқыр жасағандар, ана дүниеде сұрауы өте қиын. Отқа жанады, оның кешірімде жоқ дейді ғой. Сондықтан осындай міне ата жолының арқасында мен енді бірінші енді сол басынан өтті, ағам да ауырды менің кезінде, енді ол кісі солай кетті бұл дүниеден. Енді бұл дегенде енді қайталануы мүмкін дейді. Бұл не сияқты ғой, андай вирус сияқты ғой. Содан Баян сұлу ауыра бастағанында мен ойлана бастадым да, оның алдында өзім солай жата беретім да. Қазір енді кеше маған айтады, кім қыздар, шаршамайсың деп. Бірінші Алла, екінші осы қуат беріп жатқан аруақтар шығар. Құран хатым түсіреміз, құрбандық шаламыз, қызмет істейміз. Бұл да қуат алмасу, қол өнермен айналысамыз. Жаңа айтып жатырмын ғой, қол өнермен айналысып шаршаған кезде жүнмен жұмыс істеу өте ауыр жұмыс. Қолмен илеу деген сияқты. Отырып домбыра ойнасақ бір жеңілденіп қаламыз. Сондықтан мынау ата жолында барлық не шешу ата жолында. Міне Гүлмира бүгін жақсы тақырып бастады. Бұл тақырып әлі жалғасы болады деп ойлаймын.
Бұл енді халықтың көзі ашылу керек. Жай ашылып жатқан жоқ, бұл уақыт келді. Әруақты қолдап, шерік, секта деп атқандардың ертең бұл кері өзіне қайтып келеді ғой. Олардың да ауыздарын дуалы ғой. Өзіне біреу таппаса жүйесін дейді, жаңа сиқыр саған. Ертең қайтып өзін соғады дейді. Сондықтан ата жолына біз көзіміз жетті. Бәлен халық қазір осыны тыңдап жатыр. Міне бүгін де ұл болсын келіп отыр. Ізденіп келген, сенің артынан қарап келген, кім сені іздесе, ол сені іздеген, әруақтар солай жақындастырады. Сондықтан бұл жерде енді бәріміз де ата жолында қызмет істеп жүргендіктен, басымыздан өткендіктен, Ерлан да осы неде қызмет істеп жүр, қыр-сырын енді айтып жүр, көрінмесе ертең көрініп халыққа шығатындай кез келеді. Ер азаматтарымыз көп болсын. Енді сиқыршыларға алтын сырға құлақтарына байқасын. Ата жолы көтерілді, ата жолы әруақтары енді халықты қарсы сендерге қояды деген. Халық енді өздері табады. Қарсы қойғанда өзі табады халықтың өзі. Көзі ашылды. Қалай шешіп беріп көрдіңіз бе? Иә, дұрыс айтасыз. Тәуба. Сонда Батамызды алайық. Сабақ аяқталды. Я Алла Тағала бүгінгі дәрістен алған мағлұматтарды сіздердің өмірлеріңізде, келешектеріңізде осы бұл үлкен бір жаңағы жақсылықпен, үлкен бір нәрселермен келуге Алла Тағала бұйыртсын. Алла Тағала осы түш жоруды және осы белгілерді үйренуге Алла Тағала жолын көрсетіп бізге анығын көрсетсін. Ол мына Гүлмираға сол үлкен табыстық тілеймін. Алла Тағала осы Алла Тағаланың несін белгілерін үйрену, білуге жаңағы бізге жәрдем жасаған үшін. Алла Тағала бәріңізге осы бүкіл белгілерді үйреніп, мынау ата жолының бір жаңа үлкен биіктіктеріне шыға беруге Алла Тағала нәсіп етсін. Сау болсын.